Кейде шеттен келген қандастарға қарата былай дейміз. Ел басына күн туғанда ел тастап қашып кеттіңдер. Жақсы заман болғанда кері бұрылдыңдар, қайтып келдіңдер. Ертең қайта бір қиын заман болса тағы қашып кетесіңдер деген мағынада. Бұл негізі өте қате, жаңсақ пікір, әрі тарих білмейтін сауатсыз пайым. Мысалы, бүгінгі Қытайдағы, Өзбекстандағы, Моңғолдағы қазақтар бағзыдан өздерінің ата-бабалары мекендеген жерде отыр. 19 ғасырдың басында әруақтарынан айналайын алаш ордашылар Ахмет, Міржақып, Әлімхандар бастаған Лениннің қабылдауында болып шекара сызығын сыздырып алғанда бүгінгі қазақ жерінің нобайы бойынша сызып берді емес пе? Қуанарлығы мынау, қазақ жер деп табан тірейтін жерімізді айқындатып берді. Бірақ өкініштісі, Орыста, Өзбекте, Қытайда, жалпы көршілерде көптеген жеріміз қалып қойды. Оны қайтаруға қауқарымыз да жоқ еді ғой ол заманда. Жоғарыда айтқан Қытайда қазақтар сол сызықтың арғы жағында, қазақтың өз жері Алтайда қалған қазақтар еді. Шығыс Түркістанды яғни. Көбі орта жүз, керей, уақ, найман рулары. Ал аштық жылдары, саяси қуғын сүргін жылдары. Қазақ шетке қашпады емес, қашты, Қытай асты. Сонда олар Қытайды паналап барды деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әрине. Жаңағы тұтас ел болып отырған шекара ар жағындағы қазақтарды паналап барды. Қанымыз бір, өз бауырымыз қазақтар отыр ғой, өлтіре қоймас деп барды. Барған қазақты сол жақта қазақтар қуана қарсы алып, артынан қызыл әскермен келген қуғыншыларға да бермей қорғаған жерлер бар. Ашыққандарына ас берді, алдарына мал салып, ел қылды, ел қатарына қосты. Боранды күні бұтаны паналаған торғай екеш, торғай да аман қалады. Сол торғайға пана болған бір түп бұтадай болмағанымыз ба? Деп паналап келген бауырларымызды ешкімге бермей қорғап қалды. Кейін Қазақстан тәуелсіз ел болғанда, кезінде қазақтарды паналатқан, жаңағы арғы бетте отырған қазақтар, жат елдің аты жат ел ғой, атамекен тастап елге оралды. Оларды оралман деп атаудың өзі қате. Оралман болу үшін осы жерден кетіп, қайта оралған болу керек еді ғой. Жоғарыда айтқанымыздай, олар ешқандай кетпеді, өз жерлерін тастап, кіндігін тұтас қазағым отыр ғой деп осы жерге байлап, қазақ көтерген шаңыраққа бір-бір оқ болып қадалып тұру үшін келді. Сондықтан бауырлар, елім деп келген ердің көкірегінен теппейік. Қазақ қай жерде де қазақ, өзіміздің бауырларымыз. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақтың мінезі.